Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып комментарий жазыңыздар. 3-4 сабақ Қазақстанның ғажайып мұралары. Бірінші, Қазақстанның ғажайып мұралары туралы не білесің? Оларды кереметтер қатарына қосуға бола ма? Сұрақтың жауаптары: қазіргі кезде ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізімінде Қазақстанның 11 тарихи нысаны бар. Әрине қосуға болады. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, тақырыбын анықта. Қазақстанның ғажайып мұралары деген мәтінді оқып тыңдаймыз ютубтан. Онда алтын киімді адам жайлы баяндалған. Екінші тапсырма: тыңдалған мәтін бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарға жауап беретін болсақ: таңбалы тас Қазақстанның баға жетпес мәдени мұрасы, таңбалы петроглифтері Жетісудың тасқа сурет салу өнерінің ең ежелгі әрі көрнекті ескерткіштерінің бірі. Аспан астында табиғи мұражай. Үшінші тапсырма: мәтінді оқып түсіндіріп айт. Бөлек дефис арқылы жазылған сөздерге мән бер. Алтын киімді адам. Тәуелсіз Қазақстан туралы айтқанда басты ұлттың символдарының бірі алтын киімді адамды еске алмау мүмкін емес. Алтын киімді адам есік обасының сақ қорғанынан табылған. Қорғанның қабірі қарағайдан салынған. Еденіне бір-бірімен қиюластырып тақтай төселген. Тақтай еденге әр жеріне ұсақ алтын түймеше қаптырмалар тігілген, үлкен мата жайылған. Мата төсеніштің үстіне киімі басынан аяғына дейін алтын қаптырмалармен апталған сақ көсемі жатқызылған. Оған мерекелік салтанатты киім кигізілген. Басына күн құдайының белгісінде қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрады. Жанына алтынмен апталған қола тегенелер, ағаш табақтар, сабы жалпақ таспамен оралған қамшы, шағын жібек, қоржын қойылған. Алтын киімді адам сақ мәдениетінің бірегей үлгісі. Төртінші тапсырма: мәтін мазмұнына қатысты жауапты тауып, ақпараттың дұрыс бұрыстығын жаз. Мәтіндегі ақпарат: алтын киімді адам оңтүстік Қазақстаннан табылған, қорғанның қабірі бөренелерден салынған, алтын киімді адамның киімі күміс әшекейлермен безендірілген, басына күн құдайының символындай қанатты аттар бейнеленген, әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрған, жанына қылыш пен қанжар қойылған. Бұндағы сөйлемдерде бірінші сөйлем бұрыс, екінші сөйлем бұрыс, үшінші сөйлем бұрыс, төртінші сөйлем дұрыс, бесінші сөйлем дұрыс, алтыншы сөйлем бұрыс. Бесінші тапсырма: жұмбақтың шешуін тап. Әйгілі барша әлемге, жалғыз-ақ ол бұл әлемде. Киімі түгел алтыннан, біздің елден табылған. Жұмбақтың жауабы: алтын адам. Алтыншы тапсырма: мәтінді оқы. Бірге және дефис арқылы жазылатын сөздерді теріп, дәптеріңе жаз. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Ата-бабадан мұра болған қара домбыра көшпелі елдің көнекөз шежіресі. Аса құнды қолөнер туындысы. Халқымыз өмір, оқиға, күрес, сезім иірімдерін домбыра үніне қосып, гүмбірлете күй төгіп, әсем ән айтып, жадырада жыр жырлаған. Киіз үй ата-бабаларымыздың негізгі баспанасы. Көшпелі халықтың барлық жағынан ыңғайлы баспана үлгісін жасап шығаруы асқан шеберліктің көрінісі. Қазақ халқының барша қолөнері киіз үй құрылысынан көрініс тапқан. Текеметтегі оюлар, басқұрлардағы өрнектер, жиһаз бетіне салынған айшықты бедерлердегі күн мен аспан денелері, өсімдіктер дүниесі мен жануарлар әлемі қазақтың қоршаған әлем мен табиғаттағы үйлесімді сұлулық туралы таным түсінігін білдіреді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сәулет өнерінің тамаша туындысы. Түркістандық ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басына Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған кесене өзінің қайталанбас әсемдігімен түрлі өрнектермен ерекшеленеді. Маңғыстау жерасты мешіті рухани әрі тарихи орын. Мешіттің пішіні дөңгелек болып келеді. Ішкі көрінісі киіз үйге ұқсайды. Ел аңызы бойынша ұшар басына самұрық құс алтын жұмыртқа салатын тамырын тереңге жайып, көкке ұмтылған алып бәйтерек елбасының эскиз нобайы негізінде дүниеге келген. Бүгінде бәйтерек өмір ағашын бейнелеп, ынтымақ пен бірліктің, келісім мен татулықтың белгісіне айналды. Астананың тұмарында болып, көк аспанға бой созып тұрған бәйтерек сұлу сымбатымен көз тартады. Алтыншы тапсырманың жауабы: бірге жазылатын сөздер. Көнекөз, баспана, қолөнер, жер асты, елбасы. Дефис арқылы жазылатын сөздер: ата-баба, таным түсінік, эскиз нобайы. Жетінші тапсырма: сөйлемдерді мағынасына қарай толықтырып жаз. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Домбыра үйеңкі, қарағай, емен тәрізді ағаштардан жасалады. Домбыраның құрылысына басы, құлағы, пернелері, мойын, шанақ, тиек, ішектері жатады. Сегізінші тапсырма: мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Бірінші сөйлем: менің ойымша. Екінші сөйлем: себебі мен оны түсіндіремін. Үшінші сөйлем: оны мен деген деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Менің ойымша домбыра
құнды қолөнер туындысы. Себебі мен оны халқымыз ол арқылы жыр жырлап, күй төгіп, сезімдерін домбыра үніне қосқан деп түсіндіремін. Оны мен халқымыздың жырлары мен күйлер деген деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен домбыра құнды туынды деген шешімге келдім. Білгенге маржан. 7 жетекші. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық. Келесі 9-шы тапсырма. Оқыған мәтіндерінің әр бөлігіндегі негізгі тірек сөздерді анықтап, шағын мәтін құра. Киіз үй біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда кеңінен пайдаланылып, киіз басу белгілі бір кәсіпке айналған. Киіз үйдің қабырғасы шебер тәрізді келіп, төбесі күмбезделген. 10-шы тапсырма. Қазақстанның ғажайып мұралары тақырыбына эссе жазу үшін тезистік жоспар құр. Эссе тақырыбынан ауытқымай абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жаз. Үлгі кіріспе бөлім тезистік сөйлемнен тұрады, ойды дәлелдеп жазу. Негізгі бөлім абзацтардан құралады, тақырыптан ауытқымау. Б. Қорытынды бөлім айтылған ой қорытылып жазылады, мазмұндық жүйені сақтау. Эссе. Қазақстанның тарихи мәдени мұралары ауыз толтырып айтуға жетерлік. Қазіргі кезде ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізімінде Қазақстанның 11 тарихи нысаны бар. Бұл әлемде теңдесі жоқ мәдени тарихи мұралар, оларды көздің қарашығындай қорғап, зерделеуіміз керек. Келер ұрпаққа мирас қылып қалдыруымыз керек. Бұл Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Алматы облысындағы Тамғалы нейтрологтар кешені, Сарыарқа солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері. Сонымен бірге 2014 жылы бұл тізімге Тянь-Шандағы Ұлы Жібек жолының нысандары енді. Қалалық Қарамерген, Талғар, Ақтөбе, Ақыртөбе, Ақыртас, Қостөбе, Өрнек қалашықтары да кірді. Келесі 11-ші тапсырма кіріспе бөлім. 11-ші тапсырма сабақталған әсеріңді ойыңды төмендегі кестеге жаз. Білемін, халқымыздың ғажайып мұралары жайлы. Білмеймін, тағы қандай біздің елімізде керемет мұралар бар. Алтын адам тарихы мен үшін ақпарат. Алтын адамның киімі мені таңғалдырды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.